Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге бос болмаса эго бос терапиясы туралы айтамыз. Бұл дегеніміз қазіргі таңдағы ең эффективный метод лечения. Басқаша айтқанда нейрообратная связь деп аталады. Бұл нейро деп өзі айтып тұр, түсініп тұрсыздар, яғни мидың жалпы дұрыс жұмыс істеуіне, болмаса мидың кейбір зоналарының жұмысының бұзылуынан пайда болған аурулар. Ол болуы мүмкін Альцгеймер, это Паркинсона, то есть очаг бар, мида. Это может быть ЗПР, ЗРР, аутизм, эпилепсия, деменция, панические атаки, бессонница. Өте көп. Қазіргі таңда дәл мимен байланысты аурулар өте көп. Дәл сол ауруларды без медикаментозное лечение, то есть ешқандай химиялық дәрілерді қолданбай, дәл осы нейрообратная связь, яғни миды тренировка жасап емдеуге болады. Бұл почти что мидың пластикалық операциясы десек те болады. Жалпы нейрообратная связь емі шет дамыған мемлекеттерде уже жоғарғы дәрежеде қолданады. Оларда тіпті аутизм, ЗРР деген диагноздар жоқ деуге болады. Енді қараңыздар, Американың университеті научно доказала, что именно нейрообратная связьбен дәл жаңа жоғарыда мен айтып отқан диагноздарды емдеу өте жоғары көрсеткіш береді, нежели медикаментозное лечениеге қарағанда. То есть қаншама, оның бәрі зерттелген нәрсе ғой, қаншама дәрі-дәрмек ішіп жүрген адамдарды бір сатыға қойған, екінші сатыға дәл осы нейрообратная связь, яғни нейрондарды дұрыстау, мидың қыртысымен жұмыс істеу аппаратымен отырғызған. Адамдарда едәуір айырмашылық және едәуір нәтиже дәл сол екінші сатыдағы нейрообратная связьбен жұмыс істеген адамдарда болған. Неге? Себебі бұл мидың тренировкасы. Біздің миымыз біз ойлағаннан да көп нәрсеге, былайша айтқанда, икемі бар, көп нәрсені қабылдай алады. Бірақ өкінішке орай біз сол миымызды жұмыс істете алмаймыз. Ол миды жұмыс істету үшін бізге тренировка керек. Мысалға, біздің өміріміз күнделікті бір қалыпты нәрселерден тұрады. Жұмысқа бару, тамақ ішу, ұйқыдан тұрудан бастайық, ұйқыдан тұру, тамақ ішу, жұмысқа бару, үйді жинау, балалармен ары-бері жүру. То есть одно и то же в течение нескольких лет повторяется. То есть миымызға жаңа нәрселер жоқ. Содан біздің миымызда старение пайда болады. Ми жұмыс істемейді. Одан кейін жаңағыдай балаларымыз, біздің миымыздың әсерінен балалар ЗПР, аутизм болып туылуы мүмкін. Болмаса өзіңізде Паркинсон, Альцгеймер деген аурулар пайда болуы мүмкін. Сондықтан да дамыған мемлекеттердің Корея, Америка, Европа сияқты мықты мемлекеттердің мамандары 20 жылдап дәл осы нейрообратная связьді зерттеп, дәл осы нәрсенің шын мәнінде жоғары нәтижелер әкелетініне көз жеткізген, дәлелдеген, плюс өте жоғары көрсеткіштерді дәл осы метод көрсеткен ғой. Ал адамдар жылдап дәрі ішеді, мидың питаниясына дәрі ішеді, ананы ішеді, мынаны ішеді, результат жоқ. Болмаса сомнительный результат. Сомнительный результат дегеніміз ол өзің білмейсің да, бар ма, жоқ па. Ал мынау нейрообратная связь, бос терапиясының бір жақсы жері энцефалограммаға түсіреміз. То есть қазіргі миыңыздың состояниесін көреміз. Одан кейін сіз бір ай тренировкаға келесіз, 2 ай тренировкаға келесіз, одан кейін после. То есть біз мамандар мидың до и послесін сізге тайға таңба басқандай етіп көрсетіп бере аламыз. Біздің, былайша айтқанда, преимуществомыз, результативность дәл сода. Сондықтан да қазіргі таңда мен айтқан ЗПР, ЗРР, ЗПРР, аутизм, Альцгеймер, Паркинсон, эпилепсия, бессонница, инсульт, судороги, разные, деменция, тағы не, өте көп
дәл осы мидағы очагтардың әсерінен болатын аурулар болатын болса, постоянные головные боли, нарушение сна, нарушение поведения, кейбір адамдар болады. СДВГ, СДВГ не екенін білесіздер ме? СДВГ дегеніміз синдром, қалай айтсам болады, синдром гиперактивности. То есть ол балалар бірден информацияны қабылдай алмайды. Одан кейін көбінесе бала мазасыз, жылауық, плюс еще сабақта өте үлгерімі нашар болады. Ол балаларға біз СДВГ деген диагноз. Дәл сол диагнозбен де дәл осы біздің аппарат жұмыс істейді. Сондықтан да сіз грамотный, нәтижелі результат алғыңыз келсе, бізге келіңіз, бізден толық ақпарат аласыз, біз сіздерге көрсетеміз, тренировкаларын бәрін полный информация береміз. Біз ешқандай медикаментозный дәрі бермейміз, бізде тек қана БАДы ішуге болады. Жалпы біз туралы толық білгіңіз келсе, бізге контактке шыққыңыз келсе, мен инстаграмымды тастап кетем, сол инстаграм арқылы біздің WhatsApp-ымызға хабарлассаңыздар болады.